Акциялардың америкалық нарығы, әлемдік алпауыттарға инвестиция. Бүгін біз әлемдегі ең ірі және ең ықпалды қаржы нарығы ақш акциялар нарығы туралы сөйлесеміз. Бұл нарықта Apple, Microsoft, Tesla, Google, Netflix сияқты алып компаниялар өз акцияларын сатады. Яғни дәл осы компаниялардың үлесін сатып алу арқылы сіз әлемдік бизнеске тікелей қатыса аласыз. Ол ғаламдық капитализацияның шамамен 50%-ын құрайды. Бүгінде мыңдаған компаниялар өз акцияларын осы нарықта саудалайды. ақш нарығы қалай жұмыс істейді? ақш-та екі ірі биржа бар: Нью-Йорк қор биржасы, дәстүрлі бизнестің мекені, және технологиялық компаниялар шоғырланған инновациялық алаң. Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Google сияқты компаниялардың барлығы Насдақта. Олар әлемнің технологиялық болашағын қалыптастырып, миллиардтаған адамның өмірін әсер етіп отыр. Сондықтан да америкалық нарыққа инвестиция салу тек табыс табу емес, жаңа дәуірдің бөлігі болу. Неліктен ақш-қа инвестиция жасау қажет? Біріншіден, бұл әлемнің ең ірі нарығы, жоғары өтімділігі бар, яғни әрқашан сатып алушылар мен сатушылар табылады. Екіншіден, ақш инновацияның орталығы. Apple, Tesla, Google сияқты компаниялар жаңа технологиялар мен трендтерді жасайды. Үшіншіден, қазақстандық инвесторлар үшін де бұл нарыққа кіру оңай. Бүгінде Freedom Finance, Халық Финанс немесе интерактив брокерс арқылы $100 бастап инвестиция жасауға болады. Яғни смартфон мен интернет болса, әлемдік компаниялардың акционері болуға еш кедергі жоқ. ақш акцияларынан қалай табыс табуға болады? Табыс табудың екі негізгі жолы бар: баға айырмасы, дивидендтер. Баға айырмасы: акцияның құны өссе, сіз пайда табасыз. Дивидендтер компания табысының бір бөлігі иелеріне үлестіріледі. Мысалы, S&P 500 индексі соңғы 30 жылда жыл сайын орта есеппен 9-10% табыс әкелген. Бұл дегеніміз, егер сіз ұзақ мерзімді ойлап инвестиция жасасаңыз, капитал тұрақты өседі деген сөз. Тіпті дағдарыс жылдарда нарық кейін қайта көтеріледі. 1993 жылы S&P 500 шамамен 465 пункт болса, қазір 6000 пункттен жоғары. Бұл ұзақ мерзімді инвестицияның қуатын дәлелдейді. Белгілі компаниялар мысалында, Apple әлемдегі ең қымбат компаниялардың бірі. Оның акциялары соңғы 10 жылда 10-даған есе өсті. Microsoft тұрақты дивиденд төлеп, үздіксіз инновация жасап келеді. Tesla автокөлік саласын түбегейлі өзгертті. Оның акциялары кей жылдары 100% өсімін көрсетті. Netflix, Google тағы басқалары, бұл компаниялар миллиардтаған адамның күнделікті өміріне әсер етеді. Сондықтан олардың акциялары әлем бойынша үлкен сұранысқа ие. Артықшылықтар мен кемшіліктер. Артықшылықтары: жоғары өтімділік, қалаған уақытта сата аласыз. Доллармен табыс, валюталық қорғаныс. Диверсификация: мыңдаған компания мен ETF-тер арқылы тәуекелді азайту, ұзақ мерзімді тұрақты өсім. Кемшіліктері: валюталық тәуекел, доллар мен теңге бағамының айырмасы. Дивидендтерге 30% салық ақш ережесі бойынша автоматты түрде ұсталады. Нарық құбылмалы, қысқа мерзімде баға түсіп кетуі мүмкін. ETF немесе қорларды түсіну қажеттілігі. Қазақстаннан қалай бастауға болады? Бүгінде ақш акцияларына инвестиция жасау өте оңай. Тіркелу: Freedom 24 қосымшасын жүктеп, GSN және телефон нөміріңіз арқылы тіркелесіз. Жеке куәлікті растау: бұл заңды қауіпсіздік шарасы. Шотты толтыру: Каспи немесе Халық арқылы теңгемен немесе доллармен ақша салуға болады. Қажет болса, қосымшада теңгені долларға ауыстырасыз. Акция немесе ETF таңдау: жаңадан бастаушыларға ыңғайлы нұсқа ETF. Акция немесе ETF таңдау: жаңадан бастаушыларға ыңғайлы нұсқа ETF. Ал тәжірибелі инвесторларға жеке акцияларды басқа да түрлерін таңдай алады. Акция немесе ETF таңдау: жаңадан бастаушыларға ыңғайлы нұсқа ETF. Ал тәжірибелі инвесторлар жеке акциялар Apple, Microsoft, Tesla таңдай алады. Мәміле жасау: қажетті акцияны таңдап, сатып алу батырмасын басасыз. Тіпті акцияның бір бөлігін, яғни дроблі акцияны да сатып алуға болады. Дивидендтер алу: компания дивиденд төлеу кезінде ақша доллармен шотыңызға түседі. 30% салық автоматты түрде ұсталып, қалған бөлігіңіз сізді шотыңызда қалады. Жиі кездесетін қателіктер: сараптамасыз танымал акцияларды сатып алу. Тез байып кетем деген оймен асығыстық жасау. Баға түскенде қорқып акцияны сату. Тәртіп пен шыдамның болмауы. Ал ең бастысы, инвесторлар сабырлы әрі тәртіпті адамдар. Америкалық нарық бұл тек ақша табу құралы емес, бұл әлемдік экономикалық дамуына қатысу.
Apple, Tesla, Microsoft, Google бұлардың барлығы әлемнің болашағын жасап жатқан компаниялар. Сол болашақтың бір бөлігі болғыңыз келсе, акция сатып алыңыз. Аздан бастаңыз, бірақ тұрақты түрде жалғастырыңыз. Есіңізде болсын, ең басты инвестор көп білетін емес, тәртіпті және шыдамды адам. Назарларыңызға рахмет.